Так, сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл сабақта біз мынандай бір өрнектің шешудің бірнеше жолын көрсететін боламыз. Мектепте қалай үйретеді, жеңіл жолы қалай болады тесті. Мынау жалпы тригонометриялық өрнектердің ішінде күрделірегі осындай. Жалпы тригонометриялық есептер өте көп келеді, бәрінің оңай жолы бар. Енді оның бәрін бір сабақта айту мүмкін емес. Мына бір қиындау деп тапқан есептің мен оңай жолдарын көрсетсем. Жалпы оңай жолдар өте көп. Бұлай тангенс альфа тең болады 3 болса, егер деген сөз болады алдында. Мына өрнектің мәнін табыңыз дейді. 5 синус квадрат альфа плюс 9 синус альфа косинус альфа осындай бір үлкен өрнек. Так, осының шығарудың мен 3 жолын көрсетейін. Жалпы мектепте бұлай шығаруды үйретеді. Мектепте шығару жолы да ешқандай қиын емес негізі. Тангенс альфа тең болады 3. Тангенс альфаның өзі неге тең? Синус альфа. Так, синус альфа бөлінген косинус альфа. Енді мына жердегінің барын тангенске келтіру үшін не болу керек? Аслында косинус альфаға бөлуіміз керек. Бірақ мына жерде ең квадрат болғаннан кейін косинус альфаға бөлгенмен келмей қалуы мүмкін, сондықтан косинус квадрат альфаға бөліп отырамыз. Так, мына жерде косинус бөлінген косинус болады, ал біз бөлетін сан косинус квадрат альфа. Бүкіл мүшесін жеке-жеке бөлеміз. Мысалы 5 синус квадрат альфаны косинус альфаға бөлсек, 5 синус квадрат альфа бөлінген косинус квадрат альфа болады. Қосылған 9 синус альфа косинус альфа бөлінген, осыны бөлеміз косинус квадрат альфаға. Әр мүшесін жеке-жеке бөліп отырық. Қосылған 8 косинус квадрат альфа бөлеміз тағы да косинус квадрат альфаға. Және общий бөлшек, сосын кейін астындағылар бөліп шығамыз. 2 синус квадрат альфа бөлінген косинус квадрат альфа, қосылған 5 синус альфа косинус альфа бөлінген косинус квадрат альфа, плюс 7 косинус квадрат альфа бөлінген косинус квадрат альфа. Уже не істегеніміз түсінікті болған шығар, бүкіл жеке-жеке мүшесін, әрбір мүшесін жеке-жеке неседі косинус квадратқа бөлдік. Себебі тангенстің астында косинус альфа болады. Не тангенс квадрат альфа болуы мүмкін, не тангенс альфа болуы мүмкін. Енді қарайық. Синус бөлінген косинус тангенс берсе, синус квадрат бөлінген косинус квадрат нені береді? Так, тең 5. Так, мынау тангенс квадрат альфа береді. Тангенс квадрат альфа қосылған. Косинус квадрат пен косинус кетіп қалса, синус бөлінген косинус қалады. 9 тангенс альфаны береді. Так, 9 тангенс альфа. Синус альфа бөлінген косинус альфа тангенсті береді. Қосылған косинус квадрат пен косинус квадрат қысқарып кетеді. 8 ғана қалады. Бөлінген. Так, синус квадрат бөлінген косинус квадрат тағы да тангенс квадратты береді. Так, тангенсіне екісі тұра береді алдында. Екінші жазып қойдық. Плюс, мынада да дәл солай екіге қысқарып кетеді. Синус бөлінген косинус тангенс береді 5. Так, тангенс альфа. Плюс, мына тағы қысқарады да 7 қалады. Енді тангенс альфамыз 3-ке тең болса, нараға бәрінің орнына 3 қойып шығамыз. Мысалы 5 тангенс квадрат альфа. 5 көбейту 3-ті квадраттаймыз. 9 қосылған 9 көбейту тангенс альфа. 3-ке тең қосылған 8 бөлімінде 2 көбейту 9. Тангенстің орнына 3-ті қойдық. Тангенс квадрат 9 болады. Плюс 5 көбейтілген тангенс альфа. Так, 3-ті қоямыз тағы да. Қосылған 7. Енді үстін қоссақ бізде бәрінен 5 көбейту 9 45. 45-ке 27-ні қосамыз. Оған 8 қосамыз. 80. Так, 18, 15 екен қоссақ 20, 18 қосылған 15, 33, 17-ні қоссақ 40. 80-ді 40-қа бөлеміз 2. Бізде дұрыс жол уже 2 шығып қойды. Мектептер шығару жолы осылай. Бұның да ешқандай қиындығы жоқ, барлығы түсінікті болғанша. Мысалы, егер мына жерде котангенс беріп қойса, котангенсті керісінше болады. Косинус альфа бөлінген синус альфа. Если мына жерде квадраттар тұрса, бәрін синус квадрат альфаға бөлуіңіз мүмкін, не болмаса просто так синус альфаға бөлуіңіз мүмкін. Но қарайсыз, мына жерде квадрат тұрса, онда міндетті түрде астына тұрған саны квадратына бөлесіз. Мектепте өстіп үйретеді. Енді осыны шығарудың тағы бір жолын сынайын. Бұлай. Тангенс альфа тең болады 3-ке. Ол тангенс альфаның өзіне тең синус альфа бөлінген косинус альфа. Енді мұндан жоқ деп есептесек, мына жерден синус альфа деген неге тең болады? Бөлімде тұрған косинус альфа мына 3-ке көбейтіледі. Тең болады 3 косинус альфаға. Енді синустың бәрінің орнына 3 косинусты қойып шықсақ болады. 5 көбейту синус квадрат. 3 косинус альфаны қойсақ квадраттаймыз. 5 көбейту 9 косинус квадрат альфа. Синусты квадратсақ 3 косинусты квадраттаймыз. Қосылған 9 көбейту 3 косинус квадрат альфа. Неге? Синус альфаның орнына 3 косинус альфаны қоямыз. Мына косинус альфамен мынау көбейту квадрат болады. Қосылған 8 косинус квадрат альфа бөлінген. Так, 2 көбейту синус квадрат дегеніміз ол тағы да 9 косинус квадрат альфа. Қосылған 5 көбейту. Так, 5 көбейту. Так, синус альфаның орнына 3 косинус альфаны қойсақ, мына косинус көбейту косинус квадрат болады. 3-ке 5-ті көбейтеміз. Так, 3 көбейту косинус квадрат альфа деп осылай қалдырайық. 7 көбейту косинус квадрат альфа ештеңені өзгертпейміз, қалдырамыз. Енді үстінде 5 көбейту 9, 9 көбейту 3, 8. Тура жаңағыны есептедік, біз 80 болады. Бәрінің қасында косинус квадрат бар. 80 косинус квадрат альфаны береді.
бөлімде де дәл солай 40-ты береді, және бәрінің қасында косинус квадраты бар. 40 косинус квадрат альфа, себебі бір-біріне қосыламыз. Екеуі қысқарып кетеді, 80-ді 2 бөлеміз 2. 80-ді 40-қа бөлеміз 2. Тағы да шықты. Мынау жаңаға қарағанда оңай әдіс. Енді бұлардан да жеңіл әдісі бар. Тангенс альфа тең болады 3 десек, былай ыңғайлы тангенс альфа тең болады 3. Бұл дегеніміз синус альфа бөлінген косинус альфа. Сонда 3 бөлінген 1 дегеніміз ол да 3-ке тең. 3 бөлінген 1 дегенде 3 дегенде 2 бір нәрсе. Енді 3 бөлінген 1-де 3 үстінде тұр, мынаяқта синус үстінде тұр, косинус астында тұр, 1 астында тұр. Сонда синус альфаның тең болады 3, косинус альфа тең болады 1 деп осындай нәрсе шығаруға болады. Өйткені синус бөлінген косинус тангенсті берсе, 3 бөлінген 1 тангенсті береді. Енді мына жердегі синустың орнына 3-ті, косинустың орнына 1-ді қойып жасап болады. 5 көбейту 3-ті квадратаймыз 9 қосылған. 9 көбейту 3 көбейту 1 қосылған 8 көбейту косинус квадрат. 1-ді квадратаймыз 1. 2 көбейту синус квадрат 3-ті квадратаймыз 9 қосылған 5 көбейту 3 көбейту 1 қосылған 7 көбейту 1. Не болды? 5 көбейту 9, 9 көбейту 3, 8. Тура жаңағыдай шығады. 80 бөлінген 40 тең болады 2-ке. Дұрыс жауап осы. Біз сізге 3 жолын көрсеттік. Бастапқы бірінші жолы мектепте көрсетіледі. Қалған екінші және үшінші жолы тестте шығаруға арналған. Жалпы бірақ бақылаудың кезінде сіз мына әдісті қолданып жүрмеңіз, бұл негізі шығарылу жолына жатпайды. Себебі сіз синус альфаның орнына 3-ті қалай қойдыңыз деген сұрақ болуы мүмкін. Синус пен косинустың мәні 1-мен минус 1-ден аспайды ғой деген сияқты сұрақ болуы мүмкін. Бірақ тест жағдайында осылай есептеуге болады. Мысалы, көбінесе есептерде былай береді. Тангенс альфа тең мысалы 2-ден 3 дейді. 3-тен 2 дейді. Қарайсыз, синус альфа бөлінген косинус альфа. Сөйтсе қосинустың орнына 2-ні қойып шығасыз, синустың орнына 3-ті қойып шығасыз. Дәл солай. Көп тригонометриялық функциялардың осындай бір жеңіл әдістері бар, күрделі есеп бұл көрінгенмен. Бірақ оның бәрін біз кейінгі сабақтарда тригонометрия деген тақырыпта көрсететін боламыз. Сонымен сау болыңыздар, сабақ ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар.